Сәлем менің оқырмандарым, бүгін біз творожный пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: комнатный температурадағы май, және де қант керек, жарты стакан. Жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқа. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бір стакан ұнымызды жайлап қосып отырамыз, жанына қопсытқышымызды қосып жібереміз. Сонда бізде жақсы көтерілетін болады. Қолымызбен илеп отырамыз. Қолымызға жабыспағанша осылай ұнымызды қосып отырамыз. Міне осылай қолымызға жабыспайтындай болуы керек, және де жұмсақ болуы керек. Келесі бізге творог, жарты стакан қант, қаймақ керек, 2 ас қасық. Егер видеом ұнап жатса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бір жұмыртқа, және де жақсылап араластырамыз. Сіздер блендермен араластырсаңыздар болады, бірақ маған ыңғайлысы осы болды. Міне шамамен осындай болу керек. Келесі табамызға осы қамырымызды әдемілеп формасын келтіреміз. Түзу емес жерлерін шанышқымен түзелеп жүрсеңіздер болады. Міне дайын. Енді творогымызды құямыз. Жақсылап түзулейміз. Міне дайын. Енді 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Видеом ұнаса лайк басып тіркеліп каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.